Сәлем, ассалаумағалейкум. Бұл кісі қаламыздың Кентау қаласының ақсақалы, главный инженер болып үлкен облыстарда қаламызды жасаған үлкен производственный орын егін нәрсер Кентау қаласын. Бұл кісі Бахтияр Яқұпов деген кісі. Мына кісі Әлия ханым, қаламыздың жанашыры. Бахтияр Жанабек, ол кісі де қаламыздың жанашыры. Бұл жердегі бізді толғандыратын мәселе үш мәселе болды. Негізгі мәселе бірінші ауыз су мәселесі. Қазір Бахтияр ағамыз түсіндіреді. Одан кейін барып Кентау қаламыздағы екінші мәселе бұрыннан біздің эстер кезінде мұра болып қалған Байылды қалдық қоймасы туралы. Одан кейін Қытайлар. Одан кейін барып Кентау полиметалл деп айтылатын шетелдік азаматтардың иелігінде болып тұрған Кентау полиметалл деген не бар, компания бар. Ол да жаңа судың жанында тұрған. Оңға жаңағындай екінші сфераны алып келіп, дәл судың түбіне. Стратегический объекттің қасына. Қазір сіз түсіндіріңіз. Так, в 2002 году у нас произвели затопление рудниковой организации месторождения. После этого начались у нас проблемы с питьевым водоснабжением и последствия подтопления. Так, по этим вопросам мы обратились в цивильный суд, администрацию президента, премьер-министра. Ответ есть. Ответ есть от комитета диалоги Министерства промышленности и строительства. Затем у нас переговоры были, переписные переговоры с Министерством водных ресурсов и ирригации. Уже оба представители обоих министерств готовы участвовать при обсуждении этих проблем, но здесь много проблем, которые касаются экологии. Последствия уже наяву. Касается здоровья людей, подтопления, соответственно, и просадочных явлений, которые влияют на состояние здания сооружений. И на инженерно-коммуникационную инфраструктуру первого города Кентау. Уже часто идут разрывы труб, просадка автодорог. И последнее то, что заставило падать с вами, недавно, 5 марта, у нас провели, зная, что у нас подтапливается город после затопленного месторождения, газификацию города Кентау более 90% произвели подземным способом. Хотя многие специалисты бывших комбинатов предупреждали, нельзя, что это может привести к негативным последствиям. И вот первые мнения пессимистов произошли. Взрыв в частном доме, одном, еще в соседнем, почему дали информацию. Теперь, так как газ у нас подается под давлением, у нас процесс подтопления ежегодно паводковый период идет, и многие исследования, которые уже проведены в период работы комбината, и 19-20 год у нас реализовался Байкальский проект, подтвердили, что подтопление ежегодно происходит. И у нас есть карст. Карст это пустоты. И подработанные выработки, шахтные, горные выработки, объемы заходят в западной и северной части города под основанием площади города. И если газ у нас, так как у нас подтапливается, у нас газовые сети проведены пластиковыми трубами. Разрывы очевидно. Не так под давлением они будут собираться, не так вот искра, а так вот и искра из-под двигателя. Мы опять поставим на весь. Поэтому этот вопрос очень актуальный, и наше присутствие здесь, если
представители тех двух министерств обещали сделать совещание на любом уровне, областном, республиканском, чтобы тоже здесь присутствовали ваши представители было в роли для решения этой задачи. Питьевое водоснабжение и подтопление. Питьевое водоснабжение у нас происходит как? Свинцово-цинковое месторождение является питьевым водозабором, куда заложили еще дополнительно 15 миллионов тонн отходов обогатительных фабрик. Почему-то на бумаге это все оказывается прекрасно, чисто, идеально. О последствиях уже результаты экологического проекта показали, положительный отзыв получили в 3 министерствах, об этом, наверное, в курсе уже. Вот. Результаты, если визитку дадите, все сопровождающие материалы, я могу скинуть. Если визит или электронную почту дадите, Электронную почту, визитку дайте, потому что материалов очень много. Наше обращение к премьер-министру вот дополнительно дадим. И то, что прилагается в обращении, мы отправим на почту в штаб. Это очень серьезная проблема. Рахмет. Здесь я так понял, что у вас проблема в том, что провели газификацию вашего этого города отдельным способом. Образно говоря, вы сидите на пороховой бочке. О, Правильно же? да. Да. Поэтому, когда газификацию вы проводили, они, соответственно, проходили через госэкспертизу. Да. Да? Госэкспертиза каким-то образом дала разрешение. Сейчас, вопросы госэкспертизы к нам в компетенцию не входят, но в части экологии, вот вы говорите, что у вас там есть подземные воды, которые являются источником водоснабжения. С нашей стороны должен здесь Казгидромет проработать, он должен мониторить качество этой воды. Я думаю, это происходит, да? Казгидромет по-моему идет? Так, ежеквартально. Департамент экологии производит анализ. Да, мы тоже есть Департамент параллельно. Параллельно им анализ делают, и у них уходит свинец. Выходит, да? Почти 1 ТДК получается, у меня там на свете есть. Все, документы вам приложим, дадим. Ионы тяжелых металлов, свинца. Но, как вы знаете, они все являются канцерогенами и потом взрываются в любое время в организме людей. Также у нас радиологические данные, суммарная альфа-активность, бета-активность. А что говорит санэпидстанция? станция Вот, оборудование. аварию тестирует. Современная лаборатория. То, что мы находимся А на городской ежеквартально производится анализ. А вы в Министерство здравоохранения писали? По этому Писали. поводу? Поэтому О превышении. О превышении. все прилагается, мы все приложили. Затем у нас вот сейчас Бахтер Жанабаев поднимает вопрос по расположению в районе питьевого водозабора. Предприятие первого класса опасности, золото. Вы в этом обращении уже Все есть. Вы его официально отправьте, вот вы пишете премьер-министру Губкину, да? А оттуда уже пойдет поручение и в Минздрав пойдет, и в Министерство экологии, и в воды. И по нему мы его полностью отработаем на своем. Если рекомендуете, и все то, что предложено. Затем самое интересное, экологи, которые работают на этом предприятии, в 200 метрах от питьевого водозабора, запросили, имеется ли питьевой водозабор в 200 метрах под землей в районе расположения предприятия совместно с китайцами по обогащению золота. И там дает Национальная геологическая служба, что там техническая вода. Не питьевая. Хотя идет водозабор для питьевой воды, да?
Иә. городов Кентау. Кентау, Түркістан шығып ғой судың бәрі. Так, у нас есть результаты. И Атава еще. Экологический проект, мы все можем отправить, если почте дали. Затем последний год, вот 23 год, 24 у нас статистика заболеваний. Все эти данные нужны. Сіз енді депутатсыз ғой. Иә, сіз жаңағы, как положено, оформить етіп, жаңағы канцелярия премьер-министрі емес. Бүкіл жаңағы қаражатын қосып. Сол жерден ары бізге тапсырма келген кезде, әрқайсысына компетенция бөліп береді. Жаңағы сіз айтып отқан жаңағы техническое, или питьевой вода, жаңағы мин водаға барады, качество, да. Ол мәселені біз жөндеп отырмыз. Қашан жүрдіңіздер? Уже қанша хат жіберіп жатыр. Енді 2 жылдың жобасы болған. Ал бұл мәселені кеше бір сең алып, 3 министерство бірігіп комиссия құрамыз деп қазір бізге Пожалуйста, бізді қосыламыз сол комиссияға. Біз қосыламыз. сол комиссияның құрамын алып анықтап, Ол комиссия ішінде обязательно сіздерді болу керексіздер. апрельдің 10-сында. Сіздер бізге хабарын айтсаңыз. Енді burada істің бәрі жауып тастап жатқанда облыс әкімдігі ғой. Жоғары қарай жеткізбейді. Сол себепті мына кісіге жазсаңыз, Енді burada тапсырма ретінде келеді облыс әкіміне де. бүкіл халықтың мәселесі де burada көтеріп отқанымыз. Біз жеке мәселемізден келіп отқан. Мен түсініп отырмын, сіздер қалай жағдайлармен. қаланың тұрғындарын ең алаңдататын нәрсе осы соңғы бір жылда кәдімгідей жолдарын жағылып кетіп жатыр. Мына колодец тұрады ғой, таза судың колодесі, канализация бүкіл жерде жарылып кетіп жатыр. Күніне 14 жер, 10 жерден Егер жарылып. де сіздер сөзімізге дәлел болсын десеңіздер, біздің водоканалымызға запрос жасасаңыздар, күнделікті 20 заявка түседі, аварийный жүрді. Сонда жолда жағып кетіп жатыр, су канализация суды ағып кетіп жатыр. Күнделікті бізде чат бар қаламызда, сол жаққа адамдар жібереді, прям по адресам. Мынандай жерде су ағып жатыр, мына жерде канализация ағып жатыр. Соны күнделікті чаттан бетіп қарап отырсам, кемінде 20 жерден су жағылып жатыр. Ол деген сөз Гафуров ағайымыздың сөзіне дәлелді. Сіздерге біз мынау өзен бойындағы баянды өзен бар, соған біз бюджеттен 110 миллион ақша бөлінді. Соны қазір биылғы жылы ақырын қаласа 100 миллион қаласа, ақырын қаласа 500 миллионге ақырын қаласа қойылды жаңағы өзен бойында. Шақтың болған орындардың жаңағы 9 гектар жерді жалпы жаңағы особенныйге сатып беріп кешегенде сол жерде жаңағы қоршауға жоспарланатын жаңағы құшып сол жерде жаңағы негізгі шақтың болған орында тесілген орындарға құрылыс салынбау 900 гектар жерде соған қаржы бөліп қоршап салып бұл жерден инфрақұрылымдар басқа жүрмеу үшін енді амал жоқ. Бұрынғы жерде сол жерде судың несі источнигі жаңа айтқан алып жатқан нәрсе жүйелер тұрғаннан кейін бірақ енді ол тұрған проектілердің енді олардың басқа нәрсе. Сөзіңізді бөлейінші бір минутқа, иә? Қазір сіздер сол жерге ақша бөліп жатсыздар, провальный зона деп тұрсыз ба? Сол провальный зонадан акимат не тартып өтіп бара жатқанын білесіздер ме? Жалпы бастапқы құрылыс болған жерлерді, құрылыс бастап жатқан жерлерге алдағы уақытта енді тоқтатып, екінші кезең-кезеңмен ол жұмыс. Акимат уже қазір газ тартып бара жатыр ғой сол провальный зонадан. Ертең газ жарылса тағы не болады? Енді ол жарылу мәселесі жоқ қой, ол проектте қаралған нәрсе болғаннан халыққа керек қой. Халыққа керек екенін білеміз. Ол провальный зонадан айналдырып алып өтуге возможность бар емес па? Айналасында еңбегін да. Ана еңбегінің бәрін біз инфрақұрылым маманымыз жоқ, сонда тұрмaz ол. Свет пайдалану, газ пайдалану. Енді ол не емес қой, ол мәселеде өзінің техниканың барлық Бірінші кезекте адамның денсаулығы болу керек, қауіпсіздігі болу керек, аға. Бірінші кезекте. Ол бойынша жұмыс жасалады. Где в комитете наш вопрос, Айдар Симбеков, независимый представитель комитета, руководитель территориального государственного органа Кадырхан Кильбард. Возьмите, пожалуйста, вот там это электронная почта, наличный контроль. Нам же не обязательно нужно поручение с правительства, чтобы этим вопросом заниматься. То есть, чтобы мы в состав рабочей группы вошли, при необходимости давайте привлекать с центрального государственного органа
Онда сіздің сұрағыңызды қазір осы территориальный басшысының бастап өзінің контроль. Енді бұл жердегі мәселе жаңа Қайрат ағамыз әдемі айтып өтті, не мәселесі бойынша, Байалдар өзені бойынша. Дәл сол Байалдар өзенінің жанында орналасқан 1961 жылдан бері Байалдар бізде қалдық қоймасы бар. Қалдық қоймасы осы уақытқа 2004-2005 жылдарға дейін су деңгейінде ұстап отырған шаң болмасы үшін 2011-2012-ден бастап ол уже суды құрғата бастайды. Сол кезден бастап 2012-2013-ден бастап жермен ұша бастайды. Ол жерде әртүрлі реагенттер бар. Байалдар қалдық қоймасында бұл жерде қазір үлкен дау айналатын себебі күні кеше халық қоғамдық тыңдау Мирас Байкен деген компания алып лицензиясы болған осы уақытқа разведка осы уақытқа дейін біз ол мекемен жасаған көрген жоқпыз, бірақ 2023 жылдары 2024 жылы қатты жұмыс жасап, кейін қазу жұмыстарын жүргізіп, Бақтияр мырзаның несінде бар, мемлекетінде бар, жаңағы ашық күйде қалдырып кеткен жерлер бар, 102 ме 103 жерден қазып, кемі 2 метрден басып 5 метрге дейін тереңдер. Сол мәселе дәл сол районның мен депутат ретінде маған халық өзі сеніп тапсырған болатын. Дәл осы не бойынша күні кеше сіздер август беріп жіберіпсіздер. Не бойынша 20 март күні экология министрі август берген, бірақ Қайрат мырза айтып жүрген күні сіздерге протокол бар. Кешені сейстен отказ берген болатын. Одан кейін бар, ол жерде жақын орналасқан Байалдар өзені бар, үй тұрғындары бар. Мына жер Байалдар қалдық қоймасы, бірақ 1000 метр деп айтылған мына жерде. Мына 334, 347. Бұл бұрынғы картаға қазір кейбір нәрселер картаға келмеген болғандықтан, қазір дәл жерлерге үй салып кеткен. Одан кейін іргелес жатқан жерлердің барлығы ауыл шаруашылық жерлері болып есептеледі қазір. Олар неде тұр? АСБ-да тұр. Мына жерлердің барлығы іргелес жатқандармен. 40 метр жерде Байалдар өзені. Байалдар өзені, академия оны 100 метр деп қошаймыз деп отыр ғой, Қайрат мырза. Бірақ соның өзінде қазір бұл мәселеде олар бұл кісілерге біз проектке жалпы қарсы болмай, біз оның экологиялық зардап шекпеуін талап еткен боламыз. Шаң болмау мақсатында. Ал бірақ бұл енді бізге жас баланы алдағы жанымызда қаламыздың ақсақалдарымыз да бар, жас буындар да бар, орта буындар да бар. Бүкіл қаламыздың кешегі күндері даже осы мәселені өздеріңіз қарасаңыз 300 миллионнан аса ақша бөлініп, осы бетін консервация деймін, жабу жұмыстарын жүргізген 2014 жылдары екі этапқа бөлініп, 7 миллион теңге жаңағы несіне бөлінген, ПСС-ына бөлініп, одан кейін бар 70 миллион тағы бөлініп, одан кейін 300 миллион, енді 400 миллионға жуық ақша бөлініп, осы жерде үлкен жұмыстар атқарған болатын 2014 жылы. Жабылған, жабылған, беті жабылған, параудамен беті жабылып, қазір 50 сантиметр. шаңды тұтату мақсатында. Ал бірақ дәл қазір соны ашамыз ол кісі. Бірақ ол кісілер жаңағыдай екі вариант ұсындық, біз дренажный вариант, немесе пульпопровод, яғни тұрбаның ішінде. Ал енді кешегі жолы мен сіздердегі не бар ғой, комитеттің төрағасының орынбасары именно осымен айналысатын реттеу. Әлбек Бекмұхамед кісімен сөйлестім, одан кейін оның жаңағы несі бар екен, көмекшісі ма, маманы ма, Ақжеген деген. Ақжеген барлығымен сөйлесіп, кешегі жолы. Бірақ Ақжеген как будто бір менің көндіргісі келгенде бір әңгімені айтады. Олар технический решение көрдіңіз ба деймін, ол жақта. Пульпопровод болмайды, ол жақта. Технический решение жоқ. Сіз технарсыз ба, экологсыз ба десем, мен экологпын. Оны технар жұмысына алып көрдіңіз, біз уже жақта осы уақытта қаламыздың үлкен құрметті азаматы, біздің Құлымбек Серік деген кісі болған. Именно осы проекттердің қаламыздың әкімінің советнигі болған, қаншама кісілерден сіздер көрген шығарсыздар ол кісінің Құлымбек Серік деген кісі. Ол кісілер бірнеше проекттер ұсынған, оның ішінде қазір уран бар, біз ағымдатып отқан мәселелердің бірі жаңағы ненің ішінде, қалдықтардың ішінде уран бар. Тағы да неше цианид бар кезінде қалдықтарды өңдеген. Проценті аз ғана деп айтылады, бірақ қаншалықты болса да, бірақ жалпы бар да. Бұл жердегі мәселе.
сол нәрсені де назарға алып, мына біз кеше Әлібек Мырзаға ұсыныс жасадық. Әлібек Мырза мына нені автосалонды отзыв жасауымызды сұраймыз деп. Сізге письменный түрде жазып беріп қойып, бірақ мына сізге хаты менің қаламыздың акиматтың, одан кейін барып авостың алудың ең негізгі бір несі қағидаты қоғамдық тыңдау өткізу. Егер қоғамдық тыңдау өткізілмесе, ол болмайды деген сөз бар ғой. Қоғамдық тыңдауды біз именно 23-ші қоғамдық тыңдаудың ережесінің 23-ші несін негізге алып, 23-ші негізге аламыз да дұрыс ақпарат бермеген үшін. Себебі олар проекттерінде 3000 метр деп көрсетеді, фактически мені қолдарыңызға тұрып, ол жерде одан кейін акимат өтпеді деп береді біздің местный исполнительный орган. Одан кейін бұның хаттаманың өзінде де жазылып отыр. 15-ші пунктін алып қарасаңыз, осы хаттама қазір ілініп те тұр экопорталда. Ілініп тұрған хаттамаға қарамай сіздер қалай ауыз беріп жеткенге біз таңдап отырмыз. Сонда бар құжаттарын таныспайсыздар ма, или қалай болғаны да? Одан кейін бар, міне снятие замечания авторы деп, оның өзі проектінің қолданылғаны туралы айтылады. Осы протоколды қосымша жаңағы нелер ғой, сұрақтарымен. Мінекей снятие замечания деп барлық түрде беріледі. Жанынан баяғыда өсіріліп бара жатыр карталары. Бұл хаттамада хатшы мен болған, сондықтан біз жазбадық. Қаншама құжат. Мына блоктарының 4 блок берілген да, неге Мирасбайдың 4 блок берілген. Ара қашықтың арасыз біз мына жақтамасы, ол жақтамасының өзі өзен тұр. Шаңғыртпаймыз. Ал бірақ ол өзен Сырдария несіне құйылады бар. Мына Байалдар өзені. Мына жерде мен Байалдар өзені кеткенде, мына жерде ауыл шаруашылық жерлері бар. Сонда біз мына жерден бастаймыз, қай жерден бастап тұрғындарға жақын тұр. Ал қазіргі бұл кейінгі берілген жерлеріміз қазір бүгін бұйырса сессия бар. Біз неге қаламызда да, ол жерде ұжырдан кентауға кіретін қаланың аумағына кететін жер ол. Байалдар қалып қалмас. Раз. Давайте нам... Әлібек Мырзаға да түсіндіріп айттым. Әлібек Мырза егерде қоғамдық тыңдау ережесінің несі бойынша сотқа неге менің күмәнім бар, бірақ енді бұл жерде сыбайластықтың бар екенін деп ол кісіге ескертіп айтып. Онда емес. Екі бөлек. Екі таңдау болған. Кадырхан Кекбол, нам 2 отдельных папки сделайте, я с собой заберу. Бұл негізі бізге айтқан Қайрат Мырзаның несін дейді, действительно Айдар деген бізге айтқан ғой. Бұл жерде просто собрание было деп, настоящее деп, собрание алады деп. Ал қазір неге лақы болғанда экология министрі және табиғи ресурстар жаңағы өзіміздің қаламыздағы осы облыста. Солардың кінәсімен біз олар уже состоящий болып тұр. Жиналыс дейді экопорталда состоящий болғаннан кейін біз уже амалжып береміз. Ал протоколда уже то, что өтпегені туралы туралы айтсам, ол жерде видеода біз көрдік, төраға Нягмат деген төраға өтпеді деп хабарлау керек, бірақ төраға хабарламады. Ал бірақ мына жерде протоколда біз жазып тұрсақ, төраға қабылданды, немесе өтпеді деген екеуін де айтпаған. Ал бірақ письменный түрде біздің местный исполнительный орган жаңағы заманауи көрді, өтпеді деп хабарлау болды. Қағаз жүзінде да. Бірақ енді соның бәрі негізге алып, августта отзыв жасаса. Түсіндім. Орада мысалға жаңа төраға болып жатқан Айдар Мырза ма еді аты? Аңсаған деген кісі, өтпеді деді ғой. Ал орада халықтың қолы бар да, өтпеді деп халық қолы келіспеді деген құжат бар. Орада ана кісі Аңсаған Мырза өтпеді деп айтпағанның өзінде халықтың несі тұр да, қолы тұр да. Бұл жерде қазір экопорталда бірінші отзыв жасау керек қой, 15-те 3 бет. 15-те қоғамдық тыңдаудың өтпеді деп жариялау туралы 4 пункт бар. Ол жерде мүдделі жұрттың жиналмауына байланысты, екінші жаңағыдай дұрыс емес информациялар берілген жағдайда деген сияқты да.
И Үш- подел төрт не бар да. көрпіс. Соның үшінші пунктінде информацияны дұрыс бермеген деп тұрады. Өйткені қазір кадрдың нені отметканы алып қарасын болсақ, біз земельный кадастрдың кадастр номерді алып қарайтын болсақ, мынау тұрған объект ол сол жақта тұр да. Кадастр. Ол информация уже өтірік информация бар деген сөз да, ол ненің ішінде. Одан кейін барып жаңағы нені де айтты. Ол жердегі расстояние 3000 метр деп қойған. Ал 1000 метр. Ал жаңағы сессия записано. Проектінде 3000 метр деген, а фактически 1000 было, 350 вот. Я Там земельных участков выделены, да, и там 100 метров уже остается. Очень просим вас относиться к нам не как к людям, которые там Балихорлан келген. Не так. Допустим, если бы это было бы так, 30 декабря было первое слушание, на этом слушании была поделана именно моя подпись. Меня не было в городе, они вообще по регламенту вот этого протокола секретарь должен его писать, его должен подписывать и Торага идет, колу игры. Моя подпись была подделана. Если бы, да, я была секретарем на обоих слушаниях. Если бы с нашей стороны было бы хоть чуть-чуть балихорства, да, я пошла бы и в ГУВД везде бы написали. Мы этого не сделали, мы неоднократно с Мирас Байкем встречаемся и говорим, работайте по закону, пожалуйста. Мы вам проектами прям дают, вот Гафур Мурзавотер проектами дают, как должно быть по закону, как они должны по закону работать. Нас просто не слышат. Все, понял. Ильхан, первый вопрос – это общественное слушание, потому что не состоялась или поделка может быть или может нет. Это, ну, просто, а если объективно. Второе – это несохранение зон, которые должны быть. А третье – это сама выдача. Я все вопросы понял, с собой заберу. Сейчас после того, как мы проведем это мероприятие, сам по телефону поговорю и попрошу у них уже. Я вас услышал. Да. Үшінші мәселе, да, кентау периметр, да? Иә, Қытайлар. Мына Қытайлар алтын өңдеп отыр да, орда ше. Уже 2 жыл болды ғой мәселені көтеріп келе жатқанымызға. Облыс әкіміне де, заң әкіміне, экологиялық қаншама хат жолдадық. Табиғат ресурстарына қаншама, ұлттық қауіпсіздікке қаншама хат жолдадық. Президентке де хат жолдап отырық сол мәселе бойынша. Нарда біз су ішіп отырсақ, мына жерде алтын өңдеп отыр да, химиямен, мечак бар, цианид бар ішінде. Ал ертең ана суға анау мечак пен цианид енді таудың ортасы ғой ора. Случайно бір куыстардан кетті, суға түсті. Не болады? Бүкіл Түркістан облысы мен Кентау қаласы бүкіл бәрі уланады да ол жерде. Сол мәселені көтеріп келеді, 2 жыл болды, еш нәрсе істемей жатыр. Анау отходтардың бәрі далада шашылып жатыр да. Қоқыс болып. Открытый методпен істеп отыр. Рядом с речным логом. Откуда вода эвакуируется, питьевая вода. Переработка жасалған нәрсе сүйрені алып келіп, қайтадан уже жасап жатыр да, екінші рет қайтадан оны өңдеп жатыр, қайта өңдеу. Бұл жердегі мәселе жаңағы Кентау периметр деген мекемесі иеліктер қытайлықтарда, бірақ біраз мәселелер енді қозғалмады емес, қозғалды. Ол жерде жер беріп кеткен басқа, жердің бәрін қазір соттың үкімет қайтадан үкіметке қайтарылды, ол жерлер жаңағы жер заңында шетелдіктердің. Ал енді бұл жерде біздің мәселе жолақ қойғанда біздің маркетинг бар. Яғни арада бір 120 километр есебінде осы Кентаудан. Енді сол жерде апарт маркетингке апарт тастасын деген бізде не ол иығылдар. Ана жердегі бүкіл нені қоқысты қайтадан өңдеп шығарғанда. Олар қазір мышай ештеңе біз қолданбаймыз, біз басқа методтың, бірақ методтың ол түрін айтпайды. А бізде дәлелдеме құжаттардың бәрі бар да. Ол бойынша қаншама соттан да жеңілді мысалға, что там мешак есть. В курсе? Ну, это в 24 году мы проверили этот объект, приостановили деятельность. Да. 6 гектаров земельный участок, у них этот акимат уже постановление есть, чтобы это отобрали государство, этот земельный участок. Сейчас они эти отходы складируют на своей территории, то есть перевозку делают они сейчас. Там, а с нашей стороны проверка была, приостановили деятельность этого предприятия. На текущий момент. На это текущих 6 гектаров земельный участок. То есть сейчас тоже деятельность приостановлена, да? Сейчас деятельность приостановлена. Акимат уже алып қойды ғой оны. Да, государство хотел өзіне алды да ол. А что с отходами? С отходами Они сейчас складируют у себя хорошо, дальше что делать?
Они сейчас складируют, потом уже переработка начнет на свою территорию. А сейчас это то, что это, где вот водоохранная зона входит, это 6 гектаров, которые... Переработка кто будет? жаңылыс па сен? Непосредственно расположение. Өзің территориясында жатыр ғой нарды вода не не тұр? айтып өткен жаңағы провальный зона деп тұр ғой. Дәл сол провальный зонаның ішінде орналасқан именно осы бойынша, по-моему, есімде болса, біздің қалалық прокуратураның несімен бірлесіп сіздер отырып шығасыңыз ғой осы бойынша, иә. Провальный зонада тұрған мекемелер бойынша ол жерде Қытай азаматымен бірге Қайрат мырзалар барлығы бір Біз оны бағанағы 6 гектар жердегі тұрған қазір отход бар ғой тұрған. жоқ 6 гектар жер бұл жерде ештеңе төкпеген. Екі рейс трассада сол жерде біз тоқтатып сатып. Оны біз деятельностін тоқтаттық. Иә. Одан кейін барып қазір Өзінің территориясының қасында стратегический объект тұр ғой, өзінің территориясының қасында стратегический объект тұр. Біз сол жерден су ішіп отырық қой, облыста су ішіп отырмыз. Соған неге ойланбайсыздар осы уақытқа дейін деп келіп айтып келатық қой, 2 жыл болды. Ойланбайсыздар дегенде біздің тараптан ол жерге біз қазір рұқсат берілмей ол жерге. жоқ сіздерден рұқсат бермеген ғой. Енді бұл жердегі мәселе ол Біз олардың деятельностін жоғары деңгейде енді сіздердің деңгейлеріңіз енді өз деңгейлеріңізде жұмыс жасадыңыздар ғой. Рахмет сіздерге. Бірақ бұл кісілер қазір енді жоғарыда басқа жаңағы нелер құзырлы органдар қосылады ма, басқа қылады ма деген сияқты ана жерлерге каким-то образом енді алып шығу керек қой бізге. Вы же тоже государственный, государственной службе. Иә. Вот у нас есть руководитель территориального жоқ государства. ана нені біздегі ең үлкен мәселе ол жердегі айқай-шусыз нені алып кете салу да ол жаңағы асат бар ғой өздерінің. Он считается термоминеральным отходом, правильно? Нет, это очень, у нас есть химические анализы все, они ядовитые, ПДК превышают многократно. То есть там сырьевой базы нет, да? То есть многие же свои отходы Да, после отходов анализы взяты, сделали анализы, они превышают многократно ПДК. И почему сейчас мне Бахтияр Мухашевич Айтман Сөзбеледжанова период работы, он расположен прямо 200 метров от питьевого водозабора и там лоб, речку практически. У нас месторождение Мирганецайское, Пречина-Карское. Период работы комбината работал вододлив. Это самое водоотдельное месторождение в мире. Среднегодовой приток, среднегодовой приток получается сейчас 12 тысяч кубов в час. При работе вода